Сәлем құрметті достар, біздің YouTube каналға қош келдіңіздер. Сіздермен мен Абзал Дәулетов. Бүгінгі біздің репортаж Drag Wars жарыстан болады. Drag Racing жарысы бойынша сіздерге бүкіл автокөліктерді көрсетеміз. Бұл жерде қандай автокөліктер бар және қандай күштермен көрсетілген автокөліктер бар, соның бәрін сіздерге айтып беретін боламыз. Біздің каналға тіркеліп, подписация батырмасын басып, бізбен бірге болыңыздар. Өте қызықты. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout, it be rain. Жарысқа қатысушыларды сіздермен таныстыруға бастаймыз. Келесі кезекте бізде Subaru Impreza автокөлігі. Бұл жерде қозғалтқыштың күші, егесін айту бойынша 650 аттың күші бар. Ал дөңгелектерге келетін күш где-то примерно 500 аттың күшіндей бар екен. 27 номермен осы автокөлік жарысқа қатысады, толық жетекті. Келесі кезекте бізде Audi автокөлігі. Audi автокөлігі жарысқа қатысып 64 номермен қазір 1 минут қай классқа жататынын сіздерге айтып беретін боламын. 64 номермен бізде бұл қатысушымыз Павел қатысушы Алматы қаласынан Audi RS3 автокөлігімен Pro классына қатысады. Және де келесі кезекте бізде Виктор Байковтың Audi RS3 автокөлігі. Өздеріңіз көріп отырғандай 5 цилиндрлі. Бұл жерде бұл автокөлік 0-ден 100-ге дейінгі жету уақыты 3 секундта жеткен автокөліктердің бірі болып саналады. 101 номермен фавориттердің ең бір бастысы осылар болып келеді. Келесі кезекте бізде Subaru автокөлігі, түсі өте керемет. Бұл автокөліктің номері 13 номермен қатысып жатыр екен. Либо егесі Шымкент қаласынан, либо осы Алматы қаласынан. Алихяров Дамир Алматы қаласы Subaru автокөлігі класс 11 секундты класста қазіргі таңда қатысып жатыр екен. Келесі кезекте бізде Toyota Altezza автокөлігі алдыңғы бір жылдың фавориттардың бірі болып саналады. 14 номермен қатысып жатыр. Бұл автокөліктің классына келетін болсақ, болады Алматы қаласынан Lexus IS 300 автокөлігі Pro классында қатысады екен. Eclipse автокөлігін сіздерге айтып өттік, бірақ өкінішке орай бұның қатысушы номері жоқ, сол себепті жарысқа қатыспайды. BMW 34 автокөлігі қазіргі таңда бұл автокөліктің классына келетін болсақ 13 секундтық классқа қатысатын автокөлік екен. Алматы қаласынан егесі. Осы автокөлікте қарап жүрсеңіздер болады. BMW автокөлігі BMW M5X5MM жиынтығында осы автокөлік бізде 11 секундтық класста қатысады. Келесі кезекте бізде аты аңызға айналған Nissan GT-R автокөлігі 59 номер бойынша 59 номері бойынша бұл автокөліктің 11 секундтық классқа қатысатын автокөліктердің бірі болып саналады. 82-ші номерде бізде BMW E34 автокөлігін көріп тұрмыз. Бұл автокөліктің егесі 1 минут. Олег есімді егесі BMW E34 Алматы қаласынан 13 секундтық классқа қатысады екен. Келесі кезекте таныстыруды ары қарай жалғастырамыз. BMW автокөлігі BMW тройка 81 номермен 13 секундтық классқа жатады. Амзаев Рамазан Талғар қаласынан келіпті. Жалпы таныстыруды ары қарай жалғастырайық. Мына рядта уже бізде тек қана Subaru және де BMW M5 KS автокөлігін көріп тұрсыздар. Алматы Қазақстан бойынша 3-4 қана автокөлік бар, тура осындай. Ең жаңадан шыққан автокөлік болып саналады. 83-ші номермен бізде Subaru Impreza автокөлігі 13 секундтық классқа қатысады екен. Осы автокөлікті егесіне сәттілік тілейміз әрине. Тағы да келесі кезекте 13 номермен бізде Subaru Impreza автокөлігі. Бұл автокөлік қай классқа жатады екен? Список бойынша біз сіздерге қарап жіберейік. Тізім бойынша қарасақ, бұл автокөлік өкінішке орай тізімде жоқ екен. Сол себепті
толық жетекті айтатынымыз STI Subaru'лар өздерін жақсы көрсетеді. Келесі бізде кезекте қатысушылардың бірі 555 номерімен қатысатын қатысушыларымыз BMW M5 KS Ибрагимов Бақтияр Алматы қаласынан класс Pro деп жазып қойыпты тізім бойынша. Осы автокөлік бізге жарысқа қатысып жатыр. Келесі кезекте бізде Mitsubishi Evolution автокөлігін көріп тұрсыздар, достар. Толықтай дайындалған 4 цилиндрлі қозғалтқышымен 12-ші номермен классын қарап жіберейік, қай классқа қатысатынын. Бұл автокөлік 12-ші номерімен Бугаев Сергей Қарағанды қаласынан келіпті. Mitsubishi Evolution MR8 12-ші классқа жатады екен. Келесі кезекте бізде, достар, тағы да бір қатысушымыз BMW тройка автокөлігімен екі есікті турбина Vibrant Turbo есімен қазірдің да жарысқа қатысып жатыр. Осындай проект жасаудың өзі қаншама ақша және де қаншама не керек, уақыт керек, бұл себепті оңай емес әрине. Ары қарай біздің көріп тұрғандарымыз BMW автокөліктері 75-ші номермен бізде қазіргі таңда жарысқа қатысатын жарыста Тарасов Ярослав Алматы қаласынан BMW M3 E36 Supercharger 12 секундтық класста қатысады екен. Мына жақта тек қана BMW-лар, E3-лар қазіргі таңда жарысқа қатысушыларымыз демалып жатыр екен, сол себепті оларды видеоға түсірмей қояйық. Достар, бізбен бірге болып ары қарай көре беріңіздер. Алдыда біз осы автокөліктердің өзінің drag racing алаңында қалай көрсететінін сіздерге айтатын боламыз, сіздерге көрсететін боламыз. Әр қатысушы бойынша толық видео болады, сол себепті біздің каналға тіркеліп отырыңыздар, біз өзіміз ары қарай жалғастырамыз сіздер үшін. Ал достар, келесі қатысушымыз Оразбай Шыңғыс Алматы қаласынан Mercedes-Benz 220 шанақтағы S55 AMG комплектациясында V8 компрессор қозғалтқышымен автокөлігімен қазір жарысқа қатысып жатыр. Классына келетін болсақ, 13 секундтық класста қатысады осы автокөлік. Алдағы уақытта осы автокөліктің толықтай жарысқанын біздің каналдан көретін боласыздар. Ал келесі кезекте бізде BMW тройка 3-ші модель номерін қарап өтейік. Номері 61, 1 минут 61-ші номермен Зубков Олег Талдықорған қаласынан келіпті. BMW 3 автокөлігімен қатысып жатыр. 13-ші класста, 13 секундтық класста қатысады. Келесі көліктердің бірі 55-ші номермен Porsche Panamera Turbo автокөлігі, Turbo S автокөлігі. Қазіргі таңда Жолтай Алмасхан Алматы қаласынан Porsche Panamera Turbo S классы 12-ші классқа, 12 секундтық класста осы автокөлік қазіргі таңда қатысып жатыр. Келесі кезекте бізде Nissan GT-R автокөлігі. GT-R-ның 888 номерімен бұл автокөлік қай классқа қатысып жатыр екен? 1 минут. Милан Урсул Алматы қаласынан Nissan GT-R класы әзірге анықталмапты. Келесі кезекте бізде Subaru Impreza VRX автокөлігі 16-ші номерімен бұл автокөліктің егесін айтып өтейік сіздерге. Автокөлік егесі бұл жерде 1 минут, достар. Автокөлік егесінің списокта біз таппадық, бірақ Subaru Impreza VRX автокөлігімен қазіргі таңда бұл жарысқа қатысып жатыр екен. Жарайды, списокта жоқ екен, бұл автокөліктің егесін білмедік. Audi TT автокөлігі 20-ші номерімен қатысып жатыр жарысқа. Audi'ді көрсете берсем болады, мен пока сөйлеп айтып бере саламын. Audi Шишкин Денис Алматы қаласынан Audi TT класс 13 секундта класста қатысып жатыр. Келесі кезде тағы да бізде Subaru'ларды көріп тұрмыз. Subaru'лардың ішінде номеріне келетін болсақ, 74-ші номермен бізде қазіргі таңда қатысып жатқан тағы да бір қатысушымыз. 74-ші номермен бізде Subaru Impreza'да өкінішке орай біздің списокта жоқ екен. Бұл себепті келесі кезекте BMW автокөлігін көрсетіп жіберейін сіздерге. BMW автокөлігіне келетін болса, көк түсте, өте әдемі түсінде көрсетілген 57-ші номерімен автокөліктің толықтай көрсете берсем болады. 57-ші номер. 1 минут. Өкінішке орай 57-ші номерде тапқан жоқ. Біз автокөліктің егесінің атын және де
Павел есімді кісі Алматы қаласынан BMW M5 автокөлігімен классына 11 секундтық класста қатысатын автокөлік болып саналады. Келесі кезекте бізде Subaru Impreza 73-ші номермен, бұл жерде қыз бала айдайды бұл автокөлікті. Так что автоспортта қыз балалардың да қатыса алады, және де онда ешқандай арнайы бір шектеу жоқ. Шашина Елизавета Алматы қаласынан Subaru Impreza класс 13 секундтық класста қатысатын автокөлік болып саналады. Тағы да бізде Subaru Impreza автокөлігі көк түсте, номері бізде 21. 21-ші номермен бір минут достар. Жақсылықов Нұржан Алматы қаласынан Subaru STI автокөлігімен класс 11 секундта. Келесі бізде дрифт моделіндегі BMW тройка автокөлігі қазіргі таңда көп дым шығарып жатқан көліктердің бірі болып саналады. 36-ші номермен 36-ші номермен Ибрагим Нұр Алматы қаласынан екен, BMW E36 автокөлігімен. Келесі кезекте Mercedes-Benz A45 автокөлігі турбо қозғалтқышымен жабдықталған 23-ші номермен қазіргі таңда жарысқа қатысып жатыр екен. Классын сіздерге айтып өтейік, 1 минут. 23-ші номермен Нұрмұхамед Айтжан Алматы қаласынан Mercedes-Benz A45 12 секундтық классқа қатысатын автокөліктердің бірі болып саналады. Келесі 54 номермен BMW тройка автокөлігі қозғалтқыш жағын көрсетіп жіберейік. Жаңа бұл жерде 268 аттың күші бар деп бізге айтып өтті. 54 номермен бұл жерде бізде Көкенов Данияр Алматы қаласынан BMW E30 325i класс 13 класста 13 секундтық класста қатысып жатыр. Так, келесі кезекте 39 номермен бізде BMW пятерка автокөлігі 1 минут. Қателеспесем 13 секундтық класста қатысып жатқан автокөліктердің бірі болып саналады. Так, егесін таба алмадық 39 номермен. Так, 1 минут достар. 39 номермен бізде бұл автокөліктің жүргізушісі өкінішке орай жазылмапты, бірақ BMW пятерка автокөлігі 4x4 қозғалтқышымен. Келесі кезекте Subaru Impreza STI тағы да номері жазылмаған. Адамдар өзінің команданың мүшелері автокөлікті қазіргі таңда ақауларын жөндеп жатыр десек те болады. 76-ші номермен тағы да бізде Subaru автокөлігі. Subaru автокөлігі бұл драг рейсингте өте танымал автокөліктердің бірі болып саналады. Өйткені нағыз жапондық автокөліктер, және де бұл жерлердің турбо қозғалтқыштары көптеген аттың күшін береді, және де толық жетектің арқасында бұл автокөліктер үлкен жетістіктерге жетіп жатыр қазіргі таңда драг рейсингте. 76-ші номермен бізде қазіргі таңда 1 минут достар. 76-ші номермен Subaru Impreza автокөлігі өкінішке орай біздің списокта жоқ екен. Келесі кезекте бізде 32-ші номермен BMW 5-ші моделі, 32-ші номер, бұл 13 секундтық классқа кіретін автокөлік болып саналады. Сол себепті 13 секундта қазіргі таңда қатысып жатыр. Ал келесі кезекте BMW M550D, то есть дизельді қозғалтқышымен келеді. X-Drive толық жетекті 68-ші номерде автокөліктің егесін сіздерге айтып берейік деп едік. 68-ші номерде Бабель Сергей Алматы қаласынан BMW F10 M550 дизельді қозғалтқышымен 13 секундтық классқа қатысатын автокөліктер болып саналады. Келесі кезекте Honda Integra автокөлігі. Бұл автокөліктің номері 37 және 63 екі классада қатысып жатқан автокөлік болып саналады. Алиев Тимур Алматы қаласынан Honda Integra 13-ші класста және де 60-ші номермен 12-ші класста да қатысып жатыр екен. Ал енді келесі кезекте достар, мына қатарға өтейік. Бұл қатарда BMW және де Subaru автокөліктерінде аралас орналасқанын көріп тұрмыз. Бізде қазіргі таңда Mercedes-Benz, қателеспесем, брат, бір сұрақ қойсақ бола ма? Қанша аттың күші бар негізі? Заводтан 354. Объемы қандай? 5/5, заводтан 354, объемы 5/5. Қай класста қатысып жатсың, брат? 13-ші класста қатысып жатқан автокөліктің бірі, универсал вагон деп аталады, сол түрінде. Келесі кезде 575 номерімен Mercedes-Benz 5/5 компрессор қозғалтқышын көріп тұрмыз. 575 номерінде бізде қатысып жатқан
адамдардың бірі Сокур Евгений Алматы қаласынан Mercedes C-шка 205 12 классқа қатысып жатыр екен. Мынау бұл әрине бұл бір қатысушының автокөлігі шығар, өйткені ешқандай номер жоқ. 19 номері бұл команданың мүшесінің автокөлігі екен. Келесі кезекте біздегі жақсы результат көрсетіп отқан, жаңағы алып келген кезде видеоларға сіздерге көрсететін боламыз. 19 номердегі біздің қатысушымыз Нариман Алматы қаласынан Subaru Legacy STI толық жетекті 13 класста қатысып жүр. Келесі кезекте BMW-ларды көріп тұрсыздар өздеріңіз. BMW тройка өте ақ түсінде, номері өкінішке орай қазір достар номерін қарап жүрейік. Номері 06-шы қай класста қатысып жатыр екен, соны бірге білейік. Номер 06-шы бізде қазіргі таңда BMW тройка автокөлігі списогымызда жоқ екен. Сол себепті қай класста қатысқанын біле алмадық, бірақ 12 класста қатысып жатқан шығар. 46-шы номерде BMW пятерка автокөлігі M5 Competition 46 номерімен. Бір минут. Кенбейл Олжас Нұрсұлтан қаласынан келді. Осы жарысқа Алматы қаласынан, Нұрсұлтан қаласынан келген BMW M5 автокөлігі 11 секундтық класста қатысып жатыр қазіргі таңда. Келесі кезекте бізде BMW немесе Mercedes-Benz деген адамдар болса, комментарияға жазып кетіңіздер, қайсысы екен. Егер сіздер Mercedes болсаңыздар, Mercedes-ді жазып кетіңіздер. Егер сіздер BMW M5-ті қолдайтын болсаңыздар, BMW деп жазып кетіңіздер комментарияға. Сіздерден күтеміз. 47-ші номермен бізде Mercedes-Benz Кенбейл Олжас Нұрсұлтан қаласынан Mercedes E53 12 секундтық класста қатысып жатыр екен. Екі автокөліктің де егесі бір адам екен, список бойынша. Кенбейл Олжас Нұрсұлтан қаласынан осы екі автокөлікті біреуі 11 секундтық класста қатысса, екіншісі 12 секундтық классқа қазірдіңді қатысып жатыр. Келесі кезекте 43-ші номермен бізде BMW пятерка автокөлігі өзінің үлкен радиаторымен. Бұл автокөліктің қай классқа қатысатынын қазір сіздерге айтып берейін. Автокөлік өкінішке орай спискта біздер жоқ екен. Бізде басқа список болғандықтан BMW автокөлігін көрсеңіздер болады. Mercedes-Benz CLS 63 4MATIC AMG жиынтығында бұл автокөліктің номері 10 номерімен қатысып жатыр. Қазіргі таңда қай классқа жатқанын 1 минут егесін бәрін сіздерге айтып беретін боламыз. Жалпы 10 номерімен бұл 11 секундтық класста қатысып жатыр екен. Өкінішке орай списктан тек қана классы ғана жылған. 09 секундпен BMW X5 автокөлігі 09 номерімен, ренжімеңіздер. Князьков Иван Алматы қаласынан 09 бұл емес, өкінішке орай 10 номерін таптым, достар. Филатов Андрей Алматы қаласынан Mercedes-Benz CLS 63 AMG 12 класста қазірдіңді қатысып жатыр екен. Келесі кезекте бізде BMW M5 автокөлігі номеріне келетін болсақ, 42-ші номерімен қазірдіңді бұл автокөліктің классын сіздерге айтып өтейін. 42-ші номер бізде 1 минут достар. 42-ші номермен 11 секундтық класста қатысып жатқан BMW M5 Competition автокөлігін көк түсте көріп тұрмыз. Ал енді бізде электрлік автокөліктің бірі Porsche Taycan Turbo автокөлігі қазіргі таңдағы номері 85 жарыста қатысып жатқанын біз көрдік. Бірақ қай классқа жататынын айтып берейін сіздерге. Тілеухан Мейрам Нұрсұлтан қаласынан Porsche Taycanмен келіпті. Классы өкінішке орай Pro классында қатысады екен бұл автокөлік. Жалпы Taycan осы жақында ғана шықты. Электрикалық автокөлік па, немесе кәдімгі ДВС қозғалтқышымен жабдықталған автокөлік па, өздеріңіз өз выборларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Бірақ заман талабына байланысты қазіргі таңда электрлік автокөліктер өте көп шығарылып жатыр. Оның осы Porsche Taycanды көрсек болады, және де қазіргі таңда Қытайлар да осы электрик жағына қатты бейімделіп, қатты көптеген автокөліктер шығарып жатыр. Mercedes-Benz C кузовында 505 AMG компрессор 26 номерімен қатысып жатыр қазіргі таңда. Бұл автокөліктің егесінің атын сіздерге тауып беруге тырысып көрдік, бірақ өкінішке орай спискта жоқ екен. 11-12 секундта қатысып жатыр екен. 24 номермен тағы да бізде автокөлік көріп тұрмыз, Mercedes автокөлігін. 24 номермен
Андреев Антон Алматы қаласынан Mercedes CLK 505 қозғалтқышымен осы автокөлікпен жарысқа қатысып жатыр. Келесі кезекте 78 номерде бізде Mercedes-Benz автокөлігін көріп тұрсыздар. 78 номермен бұл автокөлік қатысып жатқанын көрген жоқ. 78 номермен Сергей есімді Mercedes-Benz GLE автокөлігімен 12 секундтық класста қатысып жатыр. Келесі кезекте бізде Range Rover автокөлігін көріп тұрмыз. 24 номермен көрсетіліп қойыпты, бірақ бұл автокөлікті жаңағы квалификацияда біз көрген жоқпыз. Андреев Антон Алматы қаласынан сол бір команданың мүшелерінің автокөліктері болып келеді. Ал достар, сіздерді толықтай таныстырып біттік. Біздің осы жердегі бар автокөліктермен әлі тағы да бір қатар қалды. Сол қатармен сіздерді таныстырып, ары қарай біз сіздерге осы автокөліктердің қалай жарысқанын және де қандай результат көрсеткендерін сіздерге көрсететін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, лайк немесе комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге осындай рубрика ұнады ма, соны жазып кетіңіздер. Және де біздің каналды қолдап, подписаться кнопкасын басып, біздің каналға жазылып отырыңыздар. Келесі кезекте бізде Subaru Impreza автокөлігі. Бұл жерде қозғалтқыштың күші, егесін айту бойынша 650 аттың күші бар. Ал дөңгелектерге келетін күш где-то примерно 500 аттың күшіндей бар екен. 27 номермен осы автокөлік жарысқа қатысады, толық жетекті. Келесі кезекте бізде Audi автокөлігі жарысқа қатысып 64 номермен қазір 1 минут қай классқа жататынын сіздерге айтып беретін боламын. 64 номермен бізде бұл қатысушымыз Павел қатысушы Алматы қаласынан Audi RS3 автокөлігімен Pro классына қатысады. Және де келесі кезекте бізде Виктор Байковтың Audi RS3 автокөлігі. Өздеріңіз көріп отырғандай 5 цилиндрлі. Бұл жерде бұл автокөлік 0-ден 100-ге дейінгі жету уақыты 3 секундта жеткен автокөліктердің бірі болып саналады. 101 номермен фавориттердің ең бір бастысы осылар болып келеді. Келесі кезекте бізде Subaru автокөлігі, түсі өте керемет. Бұл автокөліктің номері 13 номермен қатысып жатыр екен. Либо егесі Шымкент қаласынан, либо осы Алматы қаласынан. Алихяров Дамир Алматы қаласы Subaru автокөлігі класс 11 секундтық класста қазіргі таңда қатысып жатыр екен. Келесі кезекте бізде Toyota Altezza автокөлігі алдыңғы бір жылдың фавориттардың бірі болып саналады. 14 номермен қатысып жатыр. Бұл автокөліктің классына келетін болсақ, болады Алматы қаласынан Lexus IS 300 автокөлігі Pro классында қатысады екен. Eclipse автокөлігін сіздерге айтып өттік, бірақ өкінішке орай бұның қатысушы номері жоқ, сол себепті жарысқа қатыспайды. BMW 34 автокөлігі қазіргі таңда бұл автокөліктің классына келетін болсақ 13 секундтық классқа қатысатын автокөлік екен. Алматы қаласынан егесі. Осы автокөлікте қарап жүрсеңіздер болады. BMW автокөлігі BMW M5X5MM жиынтығында осы автокөлік бізде 11 секундтық класста қатысады. Келесі кезекте бізде аты аңызға айналған Nissan GT-R автокөлігі 59 номер бойынша 59 номері бойынша бұл автокөліктің 11 секундтық классқа қатысатын автокөліктердің бірі болып саналады. 82-ші номерде бізде BMW E34 автокөлігін көріп тұрмыз. Бұл автокөліктің егесі 1 минут. Олег есімді егесі BMW E34 Алматы қаласынан 13 секундтық классқа қатысады екен. Келесі кезекте таныстыруды ары қарай жалғастырамыз. BMW автокөлігі BMW тройка 81 номермен 13 секундтық классқа жатады. Амзаев Рамазан Талғар қаласынан келіпті. Жалпы таныстыруды ары қарай жалғастырайық. Мына рядта уже бізде тек қана Subaru және де BMW M5 KS автокөлігін көріп тұрсыздар. Алматы Қазақстан бойынша 3-4 қана автокөлік бар, тура осындай. Ең жаңадан шыққан автокөлік болып саналады. 83-ші номермен бізде Subaru Impreza автокөлігі 13 секундтық классқа қатысады екен. Осы автокөлікті егесіне сәттілік тілейміз әрине. Тағы да келесі кезекте 13 номермен бізде Subaru Impreza автокөлігі. Бұл автокөлік қай классқа жатады екен? Список бойынша біз сіздерге қарап жіберейік. Тізім бойынша қарасақ, бұл автокөлік өкінішке орай тізімде жоқ екен. Сол себепті толық жетекті айтатынымыз STI Subaru'лар өздерін жақсы көрсетеді.
келесі бізде кезекте қатысушылардың бірі 555 номерімен қатысатын қатысушыларымыз. Так, BMW M5 КС Ибрагимов Бақтияр Алматы қаласынан класс Pro деп жазып қойыпты тізім бойынша. Осы автокөлік бізге жарысқа қатысып жатыр. Келесі кезекте бізде Mitsubishi Evolution автокөлігін көріп тұрсыздар, достар. Толықтай дайындалған 4 цилиндрлі қозғалтқышымен 12-ші номермен классын қарап жіберейік, қай классқа қатысатынын. Бұл автокөлік 12-ші номерімен Бугаев Сергей Қарағанды қаласынан келіпті. Mitsubishi Evolution MR8 12-ші классқа жатады екен. Келесі кезекте бізде, достар, тағы да бір қатысушымыз BMW тройка автокөлігімен екі есікті турбина Vibrant турбо есімен қазірдің да жарысқа қатысып жатыр. Осындай проект жасаудың өзі қаншама ақша және де қаншама не керек, уақыт керек, бұл себепті оңай емес әрине. Арғарай біздің көріп тұрғандарымыз BMW автокөліктері 75-ші номермен бізде қазіргі таңда жарысқа қатысатын. Жарыста Тарасов Ярослав Алматы қаласынан BMW M3 E36 Supercharger 12 секундтық класста қатысады екен. Мына жақта тек қана BMW-лар, E3-лар қазіргі таңда жарысқа қатысушыларымыз демалып жатыр екен, сол себепті оларды видеоға түсірмей қояйық. Достар, бізбен бірге болып ары қарай көре беріңіздер. Алдыда біз осы автокөліктердің өзінің драг рейсинг алаңында қалай көрсететінін сіздерге айтатын боламыз, сіздерге көрсететін боламыз. Әр қатысушы бойынша толық видео болады, сол себепті біздің каналға тіркеліп отырыңыздар. Біз өзіміз ары қарай жалғастырамыз сіздер үшін. Бұл жердегі атмосфераны сіздерге бейнероликпен бере алмай жатырмыз, бірақ өздеріңіз көріп отырғандай атмосфера өте күшті. 600-700 күшті автокөліктердің барлығы осы жерде көрсетілген. Өздеріңіз көріп тұрғандай бір қатарға тізіліп тұр. Бұл жерде 30 миллионнан 40 миллионнан астам қымбат автокөліктер бар, және де ескі де автокөліктер мынандай қазіргі таңда жарысқа қатысып жатыр. 71-ші номермен Сэшка универсал кузовында жарысқа қатысады. Ал достар, бізбен бірге болып осы автокөліктер толықтай көрейік. Енді автокөліктер қазір парадта толықтай көрсетті. Барлық автокөліктер шығып жатыр. Енді біз мына бетіне өту керекпіз. BMW KS5 F90 кузовында және де Subaru Impreza 600 аттың күші бар мына автокөлікте. Porsche Panamera Turbo S, келесіде Subaru Impreza VRX және Nissan GT-R автокөлігін көріп тұрмыз, достар. Тағы да айта кететін жағдай, BMW автокөлігі және де BMW пятерка өзімізге атышулы, бәрімізге танымал. Және де BMW X5-дің жаңа түрі, Subaru көріп тұрғанымыз Impreza, BMW тройка на жерде көріп тұрғанымыз Subaru Impreza универсал және де бұл автокөлікті қыз айдайды. BMW 5 Виктор Байковтың Audi RS3 автокөлігін көріп тұрмыз. 0-ден 100-ге дейін жалпы 3 секундта жүретін автокөліктердің бірі. Mercedes-Benz Ashka және де Subaru Forester, тағы да Subaru көріп тұрмыз, Subaru Legacy, тағы да Subaru Legacy, BMW пятерка бізде келе жатқан. Барлыққа жарысқа тек қана дауысы өте қаттырақ шығып жатыр автокөліктердің. Так, BMW пятерка көріп тұрмыз, достар. Тағы да Subaru Impreza, Mercedes-Benz S525 AMG комплектациясында және де BMW тройка. Барлық жарыс қатысушылар сіздерге көрсетіп өттік. Енді осы жарыс бізде басталып жатыр, құрметті достар. Бұл жарысқа 63 қатысушы бар. Қазіргі таңда автокөліктер өте көп. Біреулері қымбат автокөліктер болса да, біреулерде ескі автокөліктерде болса да, бірақ күштеріне келетін болса 500 аттың күші және 600 аттың күшіне дейін бар. Және де 1000 аттың күшіне дейін баратын Audi RS3 автокөлігін жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Қазіргі таңда жарысқа қатысушыларымыз барлығы дайындалып жатыр. Тестовый бүкілі старт жасап қойды. Енді келесі кезекте біздің жарысқа қатысушылар толықтай осы жерге тізіліп, осы жерде подготовительный зонада, дайындық зонасында болады. Одан кейін, дайындық зонасынан кейін, достар, стартқа келіп, ары қарай жарысқа қатысатын болады. Бізбен бірге болыңыздар, әлі талай қызықтар сіздермен бірге көретін боламыз. Сол себепті комментарийге қай автокөлік сізге ұнады, соны жазып кетіңіздер.
зеленый сигнал. Келесі кезекте бізде жарысатын Jeep Grand Cherokee 6-1 қозғалтышымен және де Subaru Impreza толық жетекті. Қайсы ұтатынын бірге тамашалайық, достар. Өте опасный момент болды, өйткені автокөлікті оңға солға алып кеттік деп ұсады. Алып кетті. SRT ұтама әлде Subaru толық жетекті ұтама турбированный. 6-1 американдық немесе SRT-дің дауысы өте керемет. Алдыға шығып кетті. Subaru-да қалмай келе жатыр. Турбо қозғалтқышымен. Ал енді достар, осылардың показателін көрсек болады. Показательна келетін болсақ, Subaru Impreza 12,927 секундта, ал SRT болса 12,5 секундта жетті. Реакциясына келетін болса 0,291 және де 0,479. Келесі кезекте BMW E36 жанағындағы және де Mercedes-Benz Сешканы көріп тұрмыз. Компрессор. Қай автокөлікке өзіңіз не бересіз, дауыс бересіз, комментарийге жазып кетіңіздер. BMW немесе Mercedes-Benz. Екеуінің қайсысы 400 метрге тез жүреді екен. Автокөлігі жарысқа зайдеп отқан. Жаңа біз ескі BMW-ні көрсек, енді қазір біз жаңа Mercedes GLS 63 AMG комплектациясында көріп тұрмыз. Және де BMW тройка E36 кузовында 36 номерде дрифтке арналған автокөлік драг рейсінде қандай результат көрсетеді екен? Давайте бірге тамашалайық. Жаңағы шығарған дымның барлығы автокөліктің ішіне кіріп кетті. Сол себепті есігін ашып, дымның бәрін шығарып жатыр. 450-500 сил на спирте. Очень многое спецификация автомобиля. Какие сейчас он использует, я не знаю. Будем надеяться, что покажет... Mercedes или BMW? Давайте бірге білейік, достар. Сергей, значит, пару сейчас... Mercedes-Benz CLK 205 және де BMW X сериясындағы автокөлік екеуі жарысатын болады. Қайсысы ұтатынын достар бірге білейік. Сіздер қайсысына әрине өздеріңіздің ойларыңыз бойынша қайсысы ұтады деп ойлайсыздар? Жаңа BMW ма әлде ескі? Келесі жарыста бізде Subaru Impreza автокөлігі және де BMW E34. Қайсысы ұтатынын бірге білейік. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. 0,024 тысячных реакция старта у BMW. Очень хороший результат. E36 және де E30 және де E34 кузовындағы жарысқа қатысушыларымыз. Толықтай қыздырылып жатыр, затем жақсы болу үшін, өйткені ол полуслик болып саналады. E30 немесе E34 жаңағы қайсысы сіздерге қаттырақ ұнайды? Комментарий жазып кетіңіздер. Адамдар өте көп, үш трибунан бәрі толықтай толып отыр. Қазір өздеріңіз көріп отырғандай. Және де тех зонаға да адамдар өте көп, өйткені тех зонаның билеттері 10 мың теңгеден, трибунаның билеттері 3 мың теңгеден сатылады. Егер келесі жылы сіздер келіп көрермен болам десеңіздер, dragwars.kz сайтынан көре аласыздар, немесе Sokol Racetrack Instagram парақшасынан толықтай осындай мәліметтерді біле аласыздар. Келесі кезекте бізде жарысушыларымыз E34 және де E36
qaysi o'tadini birga tomoshalaylik do'stlar. BMW suyar qavm, o'zlaringiz like немесе kommentariy yozib o'tiringizlar. Qay kuzov sizlarga qattiqroq unaydi және qay kuzovi o'sa BMW-dan tezroq yurishini bilish uchun. Толықтай автокөлік тексеріп жатыр, полисліктағы қоқыстардың барлығы алынып тасталып жатыр, өйткені ол фальштарға әкелуі мүмкін. Ал қайсы шынетін бірге тамамлайық. Көзбен нақты көре алмайсың, өйткені өте алыста. Келесі кезекте бізде жарыста Honda Integra және де Mercedes-Benz автокөлігі. Mercedes C-класс универсал және де Honda Integra автокөліктер жарысып жатыр. Қайсысы ұтатынын бірге тамашалайық достар. Егер де комментарийге жазып кетіңіздер, Honda Integra'ның дауысын BMW-дің жүрісін ұнаймақ. Қайсысы бірге? Келесі кезекте жарыста бізде E34 өздеріңіз қатты сүйетін 4x4 қозғалтқышымен және де BMW тройка автокөлігі екеуі де жарысқа шығады. 13 секундтық класста екеуі жарысып жатыр. Барлық қатысушылардың бастарына шлем киіледі қауіпсіздікке байланысты және де ескертетін жағдай, егерде автокөліктің кез келген техникалық ақаулықтары болса, автокөлік ойыннан жарыстан шегеріледі. Өйткені жаңада бір ситуация болды, автокөліктің терезесі жабылмады, кішкентай шел болды, сол себепті автокөлікті жарысқа жібермеді. BMW сүйер қауым болса, лайк, комментарий басуларыңызды өтінеміз, өйткені бұл автокөліктің немістердің шығарған ең мықты автокөліктері 90-шы жылдардағы сол 34-ші кузов әлі күнге дейін өзін жақсы көрсетіп жатыр. 4x4 қозғалтқышы бәрімізге легенда болып келеді. Достар, қайсы ұтады екен? E30 автокөлігіндегі номер 18-ші қатысушымыз біздегі қазіргі таңдағы сіздерге арнап осындай контент ретінде дым шығарып жатқан. Екеуінің жарысқанын көрейік, қайсы ұтатынын бірге тамашалайық достар. Бізбен бірге болып каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басып отырыңыздар. Сіздерге контент ұнаса, лайк немесе комментарий жазуларыңызды өтінеміз. Кезекті қызықты автокөліктердің бірі E34 ескі кузовында және де M5 550D, то есть дизельді автокөлік. Қайсысы және де екенін бірге көретін боламыз. Ескі автокөлік па және де жаңа 550 полный привод 550 дизельдік па. Келесі кезекте бізде жарысатын Audi TT және де BMW тройка автокөлігі. Екеуінің қайсы ұтатынын бірге анықтайық достар. Сол себепті бірге тамашалайық. Артыңғы жетекте өзінің күшін толықтай көрсетіп тұр. Audi TT ма әлде BMW артыңғы жетектігі ма? Келесі кезекте бізде Mercedes-Benz S55 кузовындағы AMG комплектациясында және де BMW тройка автокөлігі жарысатын болады. 81-ші және де 50-ші номердегі қатысушылар қайсы жеңетінін бірге анықтайық. Сіздер қайсысына дауыс бересіздер, өздеріңіз комментарийге жазып кетіңіздер достар. S55 AMG или BMW тройка. Ал екеуі де артыңғы жетекті. Мы делаем квалификацию. BMW 5 серии в 34 кузове. Келесі кезекте бізде BMW 36-шы кузовындағы BMW және де Subaru, бұл жерде Елизавета атты қыз за рулем отқан. Так что
автоблог әлемінде және де автоспорт әлемінде қыздар жоқ дегендерге әрине осы қыздың өзінің көрсетісін көрсетуге болады. Келесі кезекте бізде BMW тройка автокөлігі артыңғы жетекті және де Subaru Legacy толық жетекті автокөлігі жарысатын болады. Қайсы ұтатынын бірге білейік, достар, комментарийге жазып отырыңыздар, кім қай автокөлікке, сол туралы өздеріңіз комментарийге жазып кетіңіздер. Subaru Legacy ала ма, әлде BMW тройка автокөлігі алады ма? Қайсысы бірінші кіретінін бірге анықтайық. Келесі кезекте 13 секундта бізде жарысып жатқан Mercedes-Benz C кузовында, универсал кузовында және де BMW X5 автокөлігі. Екеуі 13 классы 13 секундта, екеуінің қайсы ұтады екенін бірге тамашалайық, достар. X5 және C кузовы толық жетекті 71-ші біздің. Артқы жетекте екен BMW X5 ала ма или Mercedes C кузов ала ма, өздеріңіз комментарийге жазып кетіңіздер, құрметті достар. Бізде көріп тұрғаныздар FBI дрон осы автокөліктің скоростына дейін жете алады. Ал көрейік. Прекрасная реакция на сердце. 0,74. Чудные руки отчинили, и так поехали. Уже третья Honda Integra және де Mercedes-Benz S32 автокөлігі. Қазіргі таңда Алиев Тимур. Honda Integra'да Алиев Тимур бізде. Көрермендердің құрметті достар, осымен біздің репортаж аяқталды. Драгворста сіздерге осындай контент беру мақсатында осы жерге келіп, сіздерге осындай автокөліктердің бәрін түсіріп бердік. Және де өздеріңіз көргендей 13 секундтағы автокөліктердің жарысын түсірдік, және де 12 секундтағы автокөліктердің толықтай жарысын түсіріп бердік. Біздің каналға тіркеліп кетіңіздер, толықтай мәліметті dragwars.kz сайтынан ала аласыздар. Сіздермен болған мен Абзал Дәулетов, сіздерге мың рахмет. Лайк немесе комментарий жазып кетіңіздер. Қазақстанда енді дамып келе жатқан направлениелердің бірі Dragwars, және де осындай дрифт жасап отқан Sokol Racetrack ұжымына мында бір рахмет. Dragwarsқа тоже осындай рахмет, осындай шанс беріп, осындай автокөліктердің жанынан түсіруге бізге доступ бергендері үшін. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған мен Абзал Дәулетов. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің каналға тіркеліп, подписация кнопкасын басуды ұмытып кетпеңіздер.